Қай шаруа, мысалы, ауыл шаруашылығы министрлігіне қызметке кіре алды. Жер ана, су әке. 7-8 айда ауыл шаруашылығы министрі мақта заңы деген сөзді аузымен айтты ма? Жазды емес, тапсырма беріліп жатқан жоқ. Тәуелсіздік беріңдер деген сепаратистік әңгімелер, олар талтаңдап жүреді. Жер аманаттың қайтарғаны деп. Мен онда сенемін. Оғанға дейін қазіргі ауызбен орақ орып жатыр. Мен айтпаймын, мүмкін шынымен де шошқаны субсидияландыруға керек шығар. Но онда сен қазақтың адал малында оларды да 80%-ға субсидияландыр. Мониторға қарасам, не көрдім деңізші? Но бірақ жігіттерге рахмет, енді Жетісайдың полицейскийларына олар енді күш салған жоқ. Олар, аға, сізді осы бір көзге түспей жүр едіңіз, кездеспей жүрсіз, сізге шай берейікші, кәуап берейікші. Бұл тек қана Жигули Дайрабаевтың ғана проблемасы емес. Бұл ауыл партиясының проблемасы. Ауыл партиясы іріген, шіріген, ол жерге жастар келу керек, жастар келу керек, үлкендер кету керек болды. Міне мынау соның нақты дәлелі. Көкеміз Ақсақал Нұр Отаны бар, Дариғаның ауылы бар, Динараның адалы бар, бәрінде бар. Бұл сайлау эволюциялық жолмен біздің мемлекетті өзгертуге болар еді. Айфоннан кіретін саған пайда жоқ. Ол тек қана күн сайын арзандайды. Ал ана 2 сиыр саған бұзау береді, ол бизнес. Құқтар өзі білетін іспен айналысу керек. Ол экономист. Егер ол экономика жағынан бірден айтса, мен оған ештеңе айтпаймын. Бірақ мына бүкіл сайлау процестері бүгінгі қазір өтті ғой. Мен Әміржан ағадан кешірім сұрағым келеді. Бірақ ол кісі звондаса мен алам, мен звондасам ол кісі алады. Астана мегаполис қой. Онда жағы тек қана оңтүстікте солтүстіктен былай қайнап атқан сорпада әртүрлі, о жақтан жағы батыстың да сөздерін естисің, оңтүстіктің де солтүстіктің де қатып қалған сөздерін естисің, бәрін естисің. Сондықтан ал Талдықорған ол әлемдегі ең әдемі қала. Ол енді ешқандай неге келмейді. Мына жақта шаруаны болғаннан кейін, біраз жылдардан кейін, жастарға мынаның бәрін тапсырғаннан кейін Талдықорғанға барып қартаям, ол жоспар солай. Жоспар солай. Амал жақтан мәжбүр болдым көшуге. Астанаға баруға мәжбүр болдым, иә. Жақсы. Өйткені мына жұмысты жүргізу реті солай болды да. Талдықорғаннан отырып, қанша деген менде жаңағы онлайн байланыс, Zoom конференц-связьдар барлығы ол мәселені шешпейді. Біз сізбен осыдан 3 жыл бұрын сұхбаттастық. 3 жыл бұрын сұхбаттастық. Сол кезде сіздің айтқан әңгімелеріңіз бар ғой? Иә. Жаңағы мал шаруашылығы, қой, басқасы бар. Сол кезде айтқан мақсаттарыңызға, сол кезде айтқан жоспарларыңызға сіз жеттіңіз бе қазір? Жеткенім де бар, жетпегенім де бар. Ол 100% ешқашанда алдыңа қойған жаңағы енді былай жоспарларың орындалу ол екіталай ғой. Сондықтан жеткен де бар, жетпеген де бар. Енді қоғамдық жұмысқа келетін болсақ, иә, біраз дүниелерге жеттік. Ал бизнесқа келетін болсақ, біраз ақсақ қалған дүние бар. И одан кейін жағы сол кезде о баста жоспарланғанда, әсіресе менің ана инновациялық фермам, соның жағы іске аспайған жері бар. Іске аспай қалған, есептелмей қалған жері бар. Жоқ, қазір біз Алмасбек Садырбай деген кезде, менің қазір айтып отырғаным тек сіздің өзіңіздің жеке бизнесіңіз емес. Жалпы мысалға Алмасбек Садырбай деген кезде біздің көз алдымызға жаңағы 4 түлік келеді, қой, жаңағы шаруашылық. Осы сол кезде айтқан, мысалы, ауыл шаруашылығы саласы бойынша даму болды ма? Мысалы, мал шаруашылығы бойынша даму болды ма? 3 жылдан бері қарай. Алға жылжу бар ма? Жалпы ел бойынша, мал шаруашылығы бойынша бұл қысқа кезең. Бірақ даму бар деуге болады. Мүмкін жаңа ғана өзі бір жоқ даму бар болғанда, даму үлкен деймін мен. Өйткені осыдан 3 жыл бұрын ел басқарған азаматтардың, өкімет басындағылардың ауылға, ауыл шаруашылығы көңілі бұлай болмайтын. Мүлде бұндай емес. Қазір президенттің ана ұлықтауының өзінде ең біріншісі мен ауылдың мәселесін көтерем дегеннің өзі үлкен. Біз Шопан ата агро қозғалысы, басқа да әріптестер бар, ауыл шаруашылығына өкіметтің, қоғамның назарын аударалдық. Ол біздің әрине жұмысымыз. Екіншісі, Алла тағала жаратушымыз алдыда пандемияны бергенде,
елдің барлығын не жасарын білмей, оказывается, дүниенің барлығы ауылда екен ғой. Іздеп кетті ғой бәрі. Іздеп кетті, иә. Ана қамалғанда ауыл есіне түсті барлығының. Қозылақ есіне түсті, ақ, сүт, ірімшік есіне түсті. Кемі тауық бағуға болады. Иә. Кемі тауық бағуға болады. Сондықтан қоғамда қабылдауы, сонымен қоса биліктің қабылдауы өте зор десем, артық айтқаным емес. Әрине біз сол кездегі бар стереотиптар, мына үлкен бизнестан, үлкен ауыл шаруашылық бизнестерден кіші ауыл шаруашылық бизнесіне көңіл аударылмадық. Соның дәлелі біз енді бұған да келеміз, жаңағы мына өткен сайлау. Осы өткен сайлауда қандай кішкентай бір немесе орта шаруа парламенттен шығалды. Қай бір өзінің саласының маманы орта шаруа сенаттан шығалды. Қай шаруа, мысалы, ауыл шаруашылығы министрлігіне қызметке кіре алды. Иә, о тарапынан өзгерген жоқ. Әрине, республика сияқты олигархтардың, агроолигархтардың партиясы мәжіліске кірді. Лаврентьевтің утиль алымын қорғаған байлар парламентқа кірді. Сондай өзгерістер бар, бірақ назарды аудара алдық. Енді ол да бірден күрт өзгерген шығар, ол үшін де бәлкім бізде әлі тиісті деңгейде жұмыстанбаған шығармыз. Жақсы, қазір біз сайлау тақырыбына қайтып келеміз. Мына сіз бұрын мемлекеттік қызметте болдыңыз ғой? Иә. Сосын сіз айттыңыз, мен қой бағу үшін мемлекеттен қызметтен кеттім дедіңіз. Иә. Соған өкінбейсіз бе? Жоқ, өкінбеймін. Мен қуанам, мүлде өкінбеймін. Мен ол кезде мемлекеттік қызметте бір өңірлік деңгейдегі, сондай деңгейдегі енді былай адам болғам. Қазір мына қоғамдық жұмыспен республикалық деңгейдегі, тіпті халықаралық деңгейдегі біздің жобаларымыз бар. Сондықтан салыстыруға келмейді. Бүгін мысалға 10 сәуір ғой. Үкімет ауыл шаруашылығында ауылды дамытудың тұжырымдамасы деп айтты. Қазақшасы солай, бірақ орысшасы қалай екенін білмеймін. Орысшасы концепция дейді. Концепция соны бекітті ғой бүгін 23-27 жылдарға арналған. Осы тұжырымдама туралы бір тоқталып өтсек, қалай болады, не болайын деп жатыр? Бұл тұжырымдаманы негізі осыдан бір 3-4 ай бұрын бір көтерген болған. Сол кезде ішінде шикіліктерді біз айтқан болғанбыз. Өкінішке орай, одан кейін бұл тұжырымдама қайтадан жоқ болып кетті, жұмбақ болып. Енді мені қазір өмірге бұл тұжырымдаманы өкімет басшысы Әлихан Смайылов бекітіп шығарды. Оны берген әрине кім енді? Ауыл шаруашылығы министрі, басқалар. Бірақ оның ішінде не бар екен? Біз агросала мамандар білмейміз. Сондықтан олар бізге қандай өмірдің тұжырымдамасын жасады, білмейміз. Біздің айтқан ұсыныстарымыз енді ма, енбеді ма? Сондықтан бұл міндетті түрде, енді аузың жаман демесін, міндетті түрде шала болады. Одан кейін ол агросаламен, ауыл тұрғындарымен, өкіметтің, биліктің бір-біріне деген қарама-қайшылыққа келеді, бір шиеленістерге тағы да алып келеді. Ақылдасып пішкен тон келте болмайды. Бұл ақылдаспай пішкен тон болып жатыр. Кіммен ақылдасты, мен білмеймін. Мына парламентпен бе? Парламенттің өзі мені әлі есін жия алмай жатыр, ана креслоларына отырып, ұқпай отырып, мен шын отырмын ба, өтірік отырмын ба деп. Бұл жерде жаңағы сол құжатта мындай бір нелер бар екен. Ауылдық елді мекендер сумен 100% қамтылады дейді. Сумен? Сумен 100%. 30 жыл болды ғой қамтылып жатыр. Сол су мәселесі Асқар Мамин кезінде бұны былай деп айтқан. 22-25 деп айтқан. Кейін сол нәрсені қазіргі премьер-министр тура сол айтты, сол 22 мен 25-тің ішінде біз ауылды сумен 100% қамтимыз деген. Енді мына қазіргі жаңа тұжырымдама бойынша 23-27 деп отыр. Жылжу бар да, яғни. Мысалға, осыған сіз сенесіз бе? Ауылды мекендер 100% сумен қамту деген нәрсе? Жоқ, сенбеймін. Біріншіден, қайтадан да кез келген дүниені іске асыру үшін парламентке, сонымен өкіметке кәсіби мамандар келу керек. Сонда ғана олар ана суды қалай тартады. Мені кеше ғана мен неге бар келдім? Түркістанда жағы су тартып жатыр. Мен білмеймін қай бағдарламамен, 22, 23-пен ба, 23-27-мен ба, Түркістанда су тартып жатыр. Ана пластиковый трубаны, пластик құбырларды, жерді қазып, бірден көміп жатыр екен. Біз тура соның үстінен түстік.
Содан кейін барып қарасақ, не болып жатыр? Пластиковый трубаны қазып, жаңағы жерді қазып, пластиковый трубаны тастап, бірден жауып жатыр. Неге? Өйткені пластиковый трубаны тастағанда, ананың ішіне салғанда, оны тастамайды. Бұлар тастап кетіп бара жатыр. Оның астына өзінің жаңағы подушка дейді, жастығын дайындайды, жатар жерін дайындайды. Ол деген біркелкі фракциядан тұрған құмба, басқа дүние ма, сол болу керек. Ол жердің топырағы болмау керек. Соны жасамай көміп тастап кетіп бара жатыр. Ол сол жаңа ғана 22-23 жылғы бағдарлама, 23 тағы 20 жылғы бағдарлама, сол бағдарламалар, мен сізге айтайын, 23-27 жылға жаңа ғана көмген су құбырлары жарылады. Ровно 4-5 жылда жарылады. Өйткені ананың ішінде тас жатыр, ананың ішінде қатты дүниелер жатыр. Труба дегеніміз ол бүйтіп ойнап тұрады екен судың қысымыменен. Сонда ана олатта үйкеледі, бір күн тесіледі. Сондықтан келесі, білмеймін енді, 15-ші премьер ма, Әлихан Смайылов нешінші премьер? Мүмкін 14-ші шығар, мүмкін 10-ші шығар. Келесі премьер, одан кейінгі 2 премьер, олар да осындай бағдарлама жасайды. Неге? Өйткені өкіметте, билікте, жергілікті билікте, республикалық деңгейдегі билікте кәсіби мамандар келу керек. Сондықтан су мәселесі шешілмейді. Ол бір адами фактор, екіншісі ол экологиялық фактор. Жылдан жылға су азайып келе жатыр. Қазақстанда өздеріңіз білесіздер, мен айтып жүргенім 84 мың көл болған, сол 84 мың көлдің 14-15 мың ғана қалды. 44 мың өзен болған, сол 44 мың өзеннің 4-5 мыңы ғана қалды. Су азайып барады. Сонымен мырзалар, атасының басы су жете ме ауылға? Ол бағдарламада, жаңа сіз айтқан бағдарламада, міне құрметті көрермендер, неге кіріп тексеріңіздер? Бұл мемлекеттік құжаттар, нормативті актылар соның ішінде бар ғой. Сонда кіріп тексеріңіздер, соның ішінде жер астынан су шығару деген жоқ. Қазақстанның болашағы ауыз су болсын, ауыл шаруашылығы өніміне болсын, басқаға ол жер асты сулары. Жер бетіндегі су кебет. Қазақстан деген бұл әлемдегі барлық мұхиттан алыс орналасқан, ең бірінші кеуіп бара жатқан жер. Бүкіл әлем шошып жатыр. Жер планетасы 10-20 жылдан кейін 1 градусқа жылиды деп. Соңғы қателеспесем 10 жылда Қазақстанның аумағы 2 градусқа жылыпты. Біз ең бірінші кеуіп бара жатқан жеріміз. Бұл Біріккен Ұлттар ұйымының ресми мәліметі. Сондықтан да егерде ана құжаттың ішінде жер асты суларын пайдалану, үнемдеу деген болмаса, онда ауылда атасының басын суымен қамтиды. Яғни оны іске асырудың жолдары белгісіз, ол қалай болады? Жоқ, мен ойлаймын, бұл кісілер мына тағы 30 жыл бойғы жаңа ғана ана бағдарлама, Ақбұлақ бағдарламасы, одан кейін ауылым алтын бесігім, одан кейін мына жағы бірдеңе тұжырымдамалар. Бұлар сол тұжырымдамалардың барлығын сол ескілерді еске алып жасады. Ол ескілерде жер асты суларын геолога барлау, соны пайдалану деген жоқ. Сондықтан да бұл бүгін өмірге келген дүние, бүгін ғой Әлихан Смайылов қол қойған, өмірге келген дүние сараптаймыз, оған ойлаймыз, что ол өмірлік болмайды. Қараңыз, Алмасбек аға, былай айтайықшы, сіз ол іске асады, 50-60% іске асуы мүмкін шығар, но 100% қамтимыз дегені келмейді. Сіз мысалы елдің үшін көп аралайсыз ғой? Иә. Мысалы бүйтіп айтайықшы, бізде Қазақстан өте үлкен, кең байтақ жеріміз бар. Бірақ әр жерде, әр өңірде өзінің белгілі бір мәселелері бар. Біз қазір ауыл шаруашылық саласын айтып отырмыз, Біз ауыз суды айтып отырмыз. Ауыз суды айтып отырмыз. Енді Батыс Қазақстаннан бастайықшы. Батыс Қазақстаннан бері қарай келейік. Батыс Қазақстанда қандай мәселе бар осы ауыл шаруашылық саласы бойынша? Мынау мәселе қиын деген. Нені айтайық? Ең бірінші осы судан ақ бастайық. Батыс Қазақстан облысында су мәселесі шешілмейді. Өйткені трансшекаралық Ресейге тәуелдіміз. Ресейдің қабағына қараймыз. Егер ол Ресей күшті болып кетсе, егер де Ресей құлдырап, мына соғыстан кейін басынан бағыт аятын болса, онда ондай тұрақсыз мемлекет. Ол тұрақсыз мемлекетке айналады. Мына соғыс бүгінмен бітпейді. Енді соғыстың тақырыбына кетті демеңіздер, Ресей сияқты тұрақсыз мемлекетте ода әлі не деген өзгерістер болады. Біз о жақтан суды қалай аламыз? Сондықтан міне Батыс Қазақстан облысы бойынша су мәселесі шешілмейді. Сонымен қоса су бетіндегі емес, жер бетіндегі емес, жер асты сулары. Каспийіміз кеуіп барады.
аралымыз кетіп барады. Сонымен қайдағы Қазақстанның батысында мәселе шешіледі. Қазақстанның оңтүстігін алайық, трансшекаралық. Бүгінгі біздің суға тәуелділігіміз 45%. 10 жылдан кейін біз трансшекаралық ана Өзбекстан, Қырғызстан, Ауғанстанға 65%-ға дейін суға тәуелді боламыз. Бұл өзіміздің ішіміздегі судың кепкеннен басқа. Сонымен қоса көріп жатсыздар, Ауғанстан қазір Амур дарияның қателеспесем 20% суын дейді, 20%-ын дейді. Өзіне бұрып, ана Пенджаб жаққа қарай ма, солай қарай алып кетіп барады. Яғни Өзбекстан мен сағасын. Өзбекстанға құятын. Сағасын қазып канал салып жатыр. Қарабайыр. Ені 100 метрлік. Ұзындығы 365 километр, қателеспесем. Суды кері алып кетіп жатыр. Өзбекстан суға тәуелді болады. Өзбекстан не дейді? Қазақстанға Сырдариядан беретін судан Өзбекстан онда алады деген сөз. Соны қайдағы сумен қамтамасыз ету? Кім айтып отырған оны? Яғни әлемде, мысалы әлем емес, алыс емес қой. Орта Азия. Су үшін мысалға күрес басталып кетті ғой. Соғыс басталып кетті. Кешегі Тәжікстан мен Қырғызстанның бір-біріне зеңбірек атты. Не үшін су? Су болмаса ол не деген сөз? Ауыл шаруашылығы жоқ деген сөз. Кеше Біріккен ұлттар ұйымында кеше емес, алдыңғы күні ма, ана Мирзиевтің қызы арнайы мәлімдеді, бір-екі апта болды. Су бар соның ішінде. Иә. жоқ, су бар дегенмен де Мирзиевтің қызы сол именно күрделі айтқан жоқ. Жаңағы Ауғанстанмен, Қазақстанмен, Қырғызстанмен су мәселесін айтқан жоқ. Аттап өтіп кетті. Иә, ол кісі өте әдемі, жалпылама бір өлең оқып берді, байқадым. Нақты шиеленісіп тұрған мәселені қозғаған жоқ. Тек су мәселесі ма? Жоқ, су дегеніміз бұл ауыл міне, жер ана, су әке. Жер анамыз белгілі қандай жағдай, су әкеміз жоқ, тапшылық. Ал жер анамызға керек, батыстың жері не болып барады? Тозып барады, құрғап барады. Батысқа емес, бүкіл Қазақстанның бүгінгі бағасы бар, 34%-ға жер құнарлығы кетті, тозды. Гумустық қабаты азайды. Жылына 30 жылда 34%-ға. Ал енді 1%-аны жердің жаңағы гумустық слойын қалпына келтіру үшін 1%-ға 100 жыл уақыт кетеді екен. Біз 34 ғасырлық болашақ ұрпақтың жерін міне қазір бүлдіріп барамыз. Қиянат жасап барамыз болашақ ұрпаққа. Бабаларымыздан бізге қандай жер қалды, біз соны жілік майын сорып кетіп барамыз. Оның тағы бір себебі, бүгінгі күнде жерге 26% ғана өнім алады ғой, ауыл шаруашылық мамандары, диқандар. Соның 26%-ына ғана жағы минералды тыңайтқыштар қайтарып жатыр. Ол қайтарып жатыр жерге деген сөз. Қалған 74% біз алып кетіп жатырмыз. Ал міне, жер анамыз тозса, су әкеміз болмаса, біз қалай мемлекет боламыз? Су жоқ болса, ауыл шаруашылығы жоқ, жер болмаса, дәні болмайды. Малымыз не болды? Малымыз тозып кетті. Оны сол 3 жыл бұрында айтып жүргем, әлі күнге дейін малдың сапасы түзелген жоқ. Өйткені бір нақты бағдарлама жоқ. Нақты бағдарлама мемлекет тарапынан қаржыландыру бәрі шала. 2,5%-ық несие шала бүгінгі күнде. Президенттің ана қанша 60 миллиардтан 140 миллиардқа дейін несиелендіру көтерілді. 140 миллиардты бір 3000 қазақ бөліп алды. 3000 қазақтың шаруасы. Бізде 300 мың шаруа бар. Бірақ пайыз шаруаға ана берген ақшасын жаңа аграрлық несиелік корпорация, бәйтерек бәрі бөлді де берді. Қалған 297 мың шаруа не істейді? Сондықтан қиын. Енді менің ренжімеңіздер, айтып отырған әңгімелерім бұл мен біреуге ой салса екен, тиісті адамдардың құлағына жетсе екен деген ойменен айтып жатырмын да. Сіз мысалы елді мекендерді аралаған кезде сол облыс әкімдерімен кездесесіз ғой? Иә. Міндетті түрде кездесесіз барған кезде. Енді бұрын олар қабылдамайтын, кейін көріп қабылдайды. Иә, бұл да өзгеріс жаңа айтқан. Өзгеріс. Сол енді облыс әкімдерімен кездесесіз, шаруалар болып кездесесіздер, сол кездесулер өзінің нәтижесі қандай? Құр оперативті сол күнгі ғана мәселені шешеді. Ол протоколдар бекітіледі. Тура сол күнгі ғана мәселені. Сол күні не проблемамен бардық? Мысалы, мақта проблемасы. Мақта проблемасын улаттық, шулаттық, назарын аудардық. Иә, мақтаның жаңағы сол кезде қарыздарын төлеп берді. Ал мақтаның несиелендіруді шешіп берді ма? Жоқ. Мақта өсіретін жерлердің суландыру шешілді ма? Жоқ.
мақтаның асылдандыру, тұқымының жаңағы мәселесі, тұқым шаруашылығын асыл тұқымды тұқым шаруашылығы қойылды ма? Жоқ. Ол асыл тұқымды тұқым шаруашылығын дамыту үшін қазақтың агроғылымы керек. Агроғылымды ретке қойылды ма? Жоқ. Міне, бір мақтаның өзінде осы мәселелердің несі шешілді? Ешқай шешілген жоқ. Заводтар, жаңадан заводтар салынды ма? Жоқ. Заводтардың иесіменен мақтаның ортасындағы жаңа бір дәнекер, бір байланыс орнатылды ма? Жоқ. Өкімет мақта заңын міне 1 жыл болады қазір августте, 9 айда 1 жыл болады. Міне 9 ай қазір 7-8 ай болды. 7-8 айда ауыл шаруашылығы министрі мақта заңы деген сөзді аузымен айтты ма? Жазды емес. Тапсырма беріліп жатқан жоқ. Айтты ма Ербол Қарашүкеев мақта заңы туралы? Жоқ. Ол заң дайындалып жатыр ма? Егер министр айтпаса, оны кім дайындайды? Түркістанға барып шаруаға мен облыс әкімінің алдына барып бір әрекеттер жасадыңыздар ғой. Хан ием, сондай болды ғой көріністер. Содан кейін сіздің артыңыздан полицейлер қуып келді. Содан кейін сіз біраз уақыттан кейін сол Дархан жаңағы облыс әкімімен шай ішіп, былай айтқан кезде қайтадан бірімізді көріп, жаңағы сөйлесіп, ол мәселе жабылды ғой да? Ешкім жоқ. Біздің екі ортамызда мәселе жабылғанда мәселе жабылған жоқ. Мақта мәселесі шешілген жоқ. Басқа да суландыру, жылыжайшылардың өнімін сату, оларға несиелендіру, сол бойынша ақырын жүрулер бар, бірақ мәселелер шешілген жоқ. Дархан мырзамен жаңағы не ғой? Біз жау емеспіз. Шай ішкенде не айтты ол? Шай ішкенде енді әрине егер сол мәселеге келетін болсақ, командасы ол кісіні жаңағы жығып берді, басына мәселе проблема тауып берді, елге қарама-қарсы қойып берді. Енді ол кісінің жағы өзінің ұйымдастыру жұмысының несі. Келген бетте сразу қылыш тауып бәрін шабу керек еді. Кейбір орынбасарлар әлі күнге дейін жүр. Сол шиеленіске ал келген орынбасарлары бүгінге дейін жүр. Содан әлі құтылған жоқ. Мен соған таң қаламын. Не үшін оны ұстап отыр? Сол шиеленісте Дархан алдымызға келсін дегенде, келет деп алдап кетіп қалғаннан Арман Жетпісбаев деген орынбасары бар. Сол әлі жүр. Ол адамнан ана қазақтың шаруаларына Түркістан облысының ешқандай абир болмайды. Енді соны ұстап отыр. Мен Дархан мырза өзім жеке басына ешқандай айтар дауым, бірдеңем жоқ, но жұмысына келгенде айтамыз. Көрші облыс, Жамбыл облысы. Ол жерде қандай мәселелер бар қиын? Жамбыл облысында ол барлық жердегідей жер мәселесі. Соңғы кездегі Атшулы Дайрабаев Жигулидің мәселесі. Оған қазір келеміз. Соның жер мәселесі. Одан кейін жағы ауыз су мәселесі бойынша жағы шығып жатыр. Енді жағы Түркістан облысында белсенді топ мықты, Жамбыл облысының белсенді тобы сәл нелеу, бостау. Сіз осы Жамбыл облысы деген кезде Сапарбаевқа да қатты бір айтқан сөздеріңіз болды, Солдан кейінгі нәтиже қалай болды тұрмыстың? Нәтиже, енді Сапарбаев о жерде ұтылып қалды өз сөзден. Бәске жығылды, сөзден жығылды. Ақыраяғы енді жақсысы субсидия төленді. Сол кездегі шаруалардың бір барған әңгімесі субсидия төленді, бірақ ұзақ жырмен, немен, басқаменен. Бір жерге барғанда да нәтиже шешілмеді деп айта алмаймыз. Қай жерге барып араласып жатырмыз, нәтиже шешіліп жатыр. Әкімдердің болсын, басқалардың болсын көз жетіп жатыр. Біз проблемаларды ашық айтып жатырмыз. Оны әлеуметтік желде, оны республикалық деңгейде жаңағы өкімет тарапынан атсалса да көтерілген мәселелерге, шынымен де естуші өкімет бар, бірақ соны естіп алып жасаушы өкімет жасауға келгенде шалылау болып жатыр. Сол сіздің Сапарбаевқа қарата айтқан сөзіңіз? Мен ол кісімен де кездестім. Кездестіңіз? Бірақ сурет жоқ. Жоқ, ол кісімен аяқ асты кездесіп қалдық. Кореяда кездесіп қалдық. Кореяда? Сапарбаев? Ол кісі де жұмыспен жүр екен, мен деген енді үлкен кісі ғой. Ол кісіге барып амандастым, ассалаумағалейкум аға, қалыңыз қалай деп. Алмасбек деп қол қысып, енді мал жанды сұрадық, болды. Бірақ сол Сапарбаевқа айтқан сөзіңізден кейін енді ол әлеуметтік желілерде көп таралды, талқыланды ғой. Содан кейін бір қорқытып үркітулер, полицейлер келіп деген сияқты болған жоқ па? Жағы Жамбыл облысында болған жоқ, Болған жоқ. Түркістанда болды. Түркістанда болды. Жақсы. Алмасбек аға, сіздің бір сөзіңіз бар. Мына неде Қазақстанның 3 миллион гектар жері заңсыз меншікке берілген. Прокурор мәліметі.
Прокуратураның мәліметі бойынша елімізде 80 миллион гектар жер жайылымға арналған, 49% мемлекеттің меншігінде, соның ішінде 3 миллион жер заңсыз берілген. Қалған 18 миллион жер қолданылмай бос жатыр. Енді бұл өткен жылғы мәліметтер, 22-ші жылы жазылған жазбадан алып отырмын. Бізде жалпына солтүстік мәселесі бар ғой, солтүстік Қазақстан. Енді біз жаңа облыстар айтып жатырмыз ғой, солтүстік Қазақстанға келген кезде осы жермен тағы да жер проблемасы бар дейді. Сол қаншалықты рас әңгіме? Көш мәселесі бар оның ішінде, мысалға қазір соңғы кезде көп айтылып кетті ғой, сепаратизм, басқа бірдеңе деп. Жалпы солтүстік Қазақстандағы мәселе. Солтүстік Қазақстанның мәселесі ол ұлттық мәселе, ұлттық мүдде. Бірақ ол ұлттық мүддені көтеретін ұлтшылдар қайда бару керек? Парламентке бару керек, өкіметке бару керек. Ұлтшылдар өкімет пен парламентқа бармай, ешқандай солтүстіктің мәселесі, трансшекаралық дүниелер ешқашан шешілмейді. Бүгінгі күндегі енді жағы өкіметтегі әріптестер айып етпесін, олардікі бүгінгі күндегі ағымдағы оперативті дүниелер шешіп атқан. Стратегиялық ұлт мүддесіне келетін болсақ, шешіліп атқан жоқ. Сондықтан солтүстік мәселе шешіледі, қашан ұлттық мүддедегі азаматтар парламентқа, өкіметке барады. Ол кезге дейін бұл жабық тұрады. Бүгінгі дейін сол солтүстік көршінің ықпалы күшті. Тіпті жаңа сепаратизмге келгенде Алмасбек бір шаруаларды тізе бүктіреді, немесе Алмасбек бір 15-20 шаруаны жаңағы бір жерге жинайды, немесе Алмасбек ана соңғы маған істі болып жатқаны мана бір дауыс ұрланып жатқан жерде мен артынан полицияны қуалатып 3 аудан бойынша маған іс қозғап, мені жағы тергеп нетеді, аналарға түк болмайды. Біздің неше әңгімеміз Алмасбек пен шаруалардың, ауылдың тұрғындарының әңгімесі. Жерімізді қайтарыңыздар, өкіметке неге аналар тәуелсіздік беріңдер деген сепаратистік әңгімелер, олар талтаңдап жүреді. Ал жағы бір ұлттың, елдің мүддесін жағы қозғаған әңгімелер бізді қудалайды. Сондықтан қайталап айтам, ұлтшылдар парламентке, өкіметке бармай, бұл мәселе шешілмейді. Мұна бізде қазір бұрынғы Нұр Отан, қазіргі Аманат қой енді. Сол қазір жер мәселесімен тікелей айналысып жатырмыз деп жариялап жатыр ғой, қайта-қайта жерді алып жатырмыз, жерін қайтарып жатырмыз. Бірақ бірде-бір жаңағы әлеуметтік желіге салған бір мөрі бар, құжат жоқ, бір шешім жоқ. Соған сіз сенесіз бе, Аманат жерді қайтарып жатыр дегенге? Енді президенттің аузынан шыққаннан кейін сену керек. Бірақ ол кісіге ақпарат қалай жетті? Қандай дәйек дәлелдермен? Оның барлығы менде күмән тудырады. Бір жерінде айтады, 5 миллион гектар жер қайтардық дейді. Бақытжан Базарбек айтып отыр, 3 миллион 200 мың гектар қайтардық. Так, 5 миллион қайтарды ма, жоқ, 3 миллион 200 мың қайтарды ма? Менде сұрақ. Қайтарғанда кімнен қайтарып отырсың да? Білмеймін ғой. Қалай қайтарды? Ол да белгісіз. Қайтарылған жерлер мынау деп, ана АИЗ-ГЗК-да көрсетіп қойса ғой. Міне, қып-қызыл қылып, немесе жап-жасыл болып, немесе қазақтың туындай қылып, көкшіл қылып, қайтарылған жер мынау деп көрсетсінші. Аманат қайтарды деп. Аманат жер аманаттың қайтарғаны деп. Мен онда сенем. Оғанға дейін қазіргі ауызбен орақ орып жатыр. Мен білем, біздің Шопан атаның жігіттері Оралда 40 мың гектар жерді қайтарды. Қай жігіт қайтарған білем. Алына 3 миллион гектардың қайсын қайтарғанын білмей. Сондықтан сұрақ. Болашақта да не болды? Ал ол еще былай оны. Жағы қызық болып жатыр ғой. Енді бұрынғы әкімдер, бүгінгі әкімдер, бұрынғы әкімдердің үлестірген жерін қайтарып жатырмыз. Ал жерді қайтарды, оны ары қарай не жасады? Оны ары қарай кімге берді? Мына әкім оң қолмен алып, сол қолмен басқа шаруаға беріп жатыр ма? Біз сонда бір шаруадан, бір байдан екінші байға алып беру үшін неттік па? Жоқ. Біз ол жерлер тек қана қоғамдық жайылымға, ауыл мүддесіне, тұрғындарына соған берілу үшін беріліп жатса, онда құба-құп болады. Бірінші, бізде қазіргі, қателеспесем 18-20 миллион ғой деймін, қателеспесем айып етпеңіздер, жағы қоғамдық жайылымға жер керек. Сол қайтқан жердің барлығын қоғамдық жайылымға берейік. Сонда бізде елдің ортасындағы мына қазіргі бүгінгі қызу мәселелерді көтеріп жүрген жер мәселесін буды шығарайық. Сонда елді айтады, мынау сөйтіп қайтқан жер еді деп. Оғанға дейін андағының барлығы тексеру керек ақпарат. Алғанымыз рас болса, онда берейік халыққа дейсіз. Сіз Қазақстанда осы шошқа мәселесін ең бірінші алғашқылардың бірі болып көтердіңіз ғой. Сол шошқа мәселесі ақыры не болды? Сіз жеңдіңіз бе, жеңілдіңіз бе? Бұл да ұзақ келе жатқан процесс. 30 жыл бойы күшейген шошқашылар
бір 2-3 жылда беріле салмайды ғой. Бірақ жалпы бюджет 2 миллиард болған, 2 миллиардтан 1,2 миллиардқа түсті, одан 1 миллиардқа түсті, одан 900 миллиардқа түсті, қазір 600 миллиардқа түсірді. Қаражат мемлекеттің субсидиясы шошқаға азайып келе жатыр. Бірақ өткен жолғы мына бүгінгі министр субсидия туралы айтып отыр ғой, біз қатырдық деп. Өкініштісі, шошқаға селекционно-племенной центр құру үшін 80% субсидиялайды. Субсидиялауға дайын. Ал қойға, жылқыға, сиырға селекционно-племенной орталық керек жоқ деп кім айтты? Яғни басын көбейту үшін ғой, асылдандыру үшін. Асылдандыру үшін. Шошқаны асылдандыру үшін 80% субсидия береді, қой, жылқы, түйе, сиырға 25% береді. Сондай орталыққа. Қазір бар ма сол? Именно Қарашүкеевтің, міне автор Ербол Қарашүкеев, автор 80% шошқаны субсидияландыруға беріп жатыр. Мен айтпаймын, мүмкін шынымен де шошқаны субсидияландыруға керек шығар. Но онда сен қазақтың адал малында оларды да 80%-ға субсидияландыр. Не деген бұл әгі? Махаббат, теңдік жоқ, әділеттілік жоқ. Жақсы, мына жаңағы Сарыағашқа қайтып оралайықшы. Сарыағаш деп еттіңіз ғой, парламент сайлауы, қандай ұрлық болды, тонау болды, оның бәрін көріп отырмыз, біліп отырмыз. Бірақ сол Сарыағаштағы жағдайды айтып беріңізші, басыңыздан өткен. Қалай болды ол? Неге сіз қаштыңыз ба полицейлерден, олар сізді қуды ма, қалай болды жағдай? Жоқ, былай болды ғой. Енді Сарыағашта мен Түркістан облысынан біздің Әліпбек Бақтыбаев мырза парламентқа сайлауға түсті. Мен енді өзім түспедім, бірақ сол кісіні қолдауға біздің Шопан ата қауымдастығы атынан бәріміз бел буып қолдадық. Содан енді сенімді өкіл әрбір жерге кіреді, не болып жатқанын көреді. Мен ол видеомды салған жоқпын, бір видеом бар мынандай. Жаңағы сайлау болып жатқан жерге кірдік, түскі сағат 11. Хатшының жанына жақындадық. Хатшының жағынан жақындап, мониторға қарасам, не көрдім деңізші? Не көрдіңіз? Сағат 11-де, таңғы сағат 11-де, түс болған жоқ. Таңғы сағат 11-де хатшы кешкі протоколды толтырып отыр. 100% елдің бәрі қатысты, Бәленбай Түгенбаевқа, соның фамилиясын көре алмай қалдым. Бірақ протоколда 2586 адамның 2586-сы қатысы, осыншамасы дауыс берді деген протоколды ұрып отыр. Жүрегім тоқтап қалды. Ол сізді көрген жоқ па? Отырған адам сізді қалай көрмей тұр? Енді жанына бардым ғой, жанына бардым. Ақырын соны түсіріп алдық, оны басқа әңгімемен алдап тұрдық. Енді бізде ақымақ емеспіз ғой. Жанындағы жігіттер оны алдандырып тұрды. Сол кезде мен видеоға түсіріп алдым. Сарыағашта сайлау солай болды. Әгіні көріп, қаным басыма шауып, басқа да жаңағы нелерін етіп, енді фиксация жасап алдым. Келесі жерге бардым. Келесі жерге барсам, ана жерге кіріп келгенде, ана жердегі тәуелсіз бақылаушылар бәрі шу ете қалды. Алмасбек аға, көмектесіңіз. Не болды? Мына жерде заң бұзылып жатыр. Міне, біз сайлау учаскесінің жаңағы төрағасына ол кісіге претензия жазып жатырмыз дейді, мына заң бұзушылық тоқтат деп. Сайлау учаскесінің төрағасы біздің ана немізді алмайды дейді. Қабылдамайды. Соң мен анасы жағы ақсақал бергеңіз. Ақсақал деген, ол көкте жүрген екен, ешкімді пысқырмайды. Сол жерде жаңағы бір ауызша полемика болды. Ана кісілер нетті, мен неғып алмайсыздар. Ананың бәрін көріп, өздеріңіз әлеуметтік желіде көрген жаңағы ұстаздарға бәрін. Одан не көрдім? Әрбір мектептің алдында ұстаздар қойша үйіріліп жүргенше, кезек-кезек кірет, шығат. Бұрын мынандайды көргенбіз, бұны карусель дейді ғой. Карусель деген автобусқа шалып алып, ана жерге апарып түсіп, олар топырлап кіріп шығып, келесі жерге кіріп. Түркістанда олай емес. Ұстаздың бәрі есігінің алдында тұр. Кезек-кезек 30-40 ұстаз мені бүйтіп айналып жүр. Кіргенде мен сонда кіріп бір жарты сағат, бір сағат болдым ғой. Сол ұстаздар болған, шықсам да сол ұстаздар. Кезек-кезек айналып жүр. Удостоверение жоқ, соның бәрін беріп жатыр. Мен соның барлығын айтсам, ана жаңағы участок төрағасы маған сен мына жерде шу көтеріп жатсың, сөйлеме бұларға. Бар деп, өздерінің еще титушкалары бар, бір физкультура немесе трудтың ұстаздары, ер адамдар, солар маған шәуілдеп үріп. Сол кезде жаңағы сөзімді айтып кеткен ғой, қатты сөйлегенім сол болған. Сіз шалсыз, ақсақал емес, мынауыңыз не, қойыңыздар деп. Келесі ауданына барсам, артымнан полиция қуды.
звондайды, біз осылай полицейсімін. Келес ауданның полицейскийлары күтіп алып мені, сіз тосыңыз дейді. Енді сіздер мені күштеп, кісен салып қалдырсаңыздар, мен қалайын, бірақ менің басқа да баратын жерім бар. Содан ары қарай Келес ауданға бардым, Жетісайға бардым. Сол жақта артымнан қуып келді. Бірақ жігіттерге рахмет, енді Жетісайдың полицейскийларына, олар енді күш салған жоқ, олар аға, сізді осы бір көзге түспей жүр едіңіз, кездеспей жүрсіз, сізге шай берейікші, кәуап берейікші. Сөйтіп алдап нет еді, ол жігіттерге рахмет. Жетісайдың полицейлеріне. Иә, Жетісайдың полицейлері рахмет. Кәуап деген мынандай шайлар күздемді. Сөйтіп шай ішіп, кәуап жеп тостық. Енді о жағынан полицейлер шынын айту керек, артық кеткен жоқ. Жағы ана келген полицейскийларды болсын. Бұл жерде жағы сайлау учаскесіндегілер, әкімшіліктегілер, билік қатты кетті. Шынымен де тонады. Халықтың дауысын тонады. Енді соның арқасында мені қазір істі болып жатырмыз. Сіз осыдан бірнеше күн бұрын парақшаңызда жаздыңыз ғой. Иә. Алмасбек, неге митинг ұйымдастырмайсың? Неге шеруге шықпайсың деген сұрақтар көптеп келуде. Иә. Өздеріңіз білесіздер, сайлауда бақылауды белсенді жүргіздім. Сайлау учаскесі төрағасын орнынан алдырдым. Біраз кемшіліктерін әшкереледім. Сол белсенділігім үшін тырнақшаның ішінде үстімен әкімшілік іс қозғап жатыр. Сондықтан әзірге араласа алмаймын, айып етпеңіздер деп. Иә. Бұл әкімшілік ісі? Иә, әкімшілік іс. Хулиганство дегенмен қозғап жатыр. Хулиганство. Иә. Хулиганство деген не ол әгі? Біреуді соқтың, ұрдың, балағаттадың. Жоқ, мысалы қазір сіз Алмасбек аға білесіз ғой, елде қазір бензиннің бағасы қымбаттап жатыр, дизельдің бағасы қымбаттап жатыр, иә? Енді қанша уақыттан бері, мысалы мен жақсы білемін, сіз бензин, дизельдің бағасын бұрыннан өте қатты қарайтын азаматсыз да. Оның үстіне қазір мына егін науқан жүріп жатыр ғой, да? Сізде бір бойыңызда бір қорқыныш қалыптасып қалған жоқ па, жаңағы Сарыағаштағы жағдайдан кейін? Неге мысалға осы уақытқа дейін сөйлеп келген талай әкімнің алдынан талай әкімге қарап тіке сөйлеген Алмасбек Садырбай неге осындай кезде үндемей қалады? Қараңыздар, мен үндемей қалған жоқпын. Жағы Жанар Жағарбайым ойынша видео жасап салдым, жақсы қаралым болып жатыр. Ана шешімін айттым, проблемаларды айттым. Одан кейін сәл бір пауза ұстадым. Жаңа парламенттағы депутаттар, одан кейін жаңа өкіметтегілер өзі орындарына отырып алсыншы. Орындарына отырып алғаннан кейін жаңағы сұрау саламыз. Олар әгі нетпей қойсын. Енді былай аяғынан шалғандай болмайын. Жарайды, Ербол Қарашөкеев орында қалды, басқа да министрлер қалды. Енді солардан сұрау сұрап, қайтадан жұмыстанамыз. Енді бұл былай ғой, олар жау емес, ол жұмыс жасайтын. Олар білмейтін дүниені айтамыз. Енді білмесе үйретеміз, көрсетеміз, қайтеміз. Бұның барлығы бірақ елдің арқасында, елдің қолдауының арқасында жүріп жатқан дүние. Сол үкіметті Аманат партиясы сенім білдіріп қалдырып отыр ғой, да? Тағы бір шанс, мүмкіндік береміз, шанс береміз. Енді қараңызшы, сол үкіметтің қазіргі Қазақстандағы ахуалды реттей алатынына сіз сенесіз бе? Қысқа ғана. Иә, жоқ, мүмкін уақыт көрсетеді дейсіз бе әлде? Жоқ, реттей алмайды. Өйткені менің ұстанымым парламентқа, мәжіліске кәсіби маман келу керек. Кәсіби маман министр болғаннан кейін оған ешқандай ненің де керегі жоқ. Ол біледі, анау қалай болып жатқан, неден болып жатқан. Қазір біз мысалы қазіргі министрға дәлелдеп әлек болып жатырмыз. Анау Госагро деген, Госагро KZ деген ана субсидия беретін сайтың жұмыс жасамайды деп. Соны түсіндіріп әлек болып жатырмыз. Ол жоқ жасайды деп пост жазады. Сурет салып. Иә, сурет салып. Иә. Енді біз соны дәлелдеп, егер де ол нақты маман болса, Ербол өзі отыра қалу керек те, ана сайтпен жұмыс жасай алу керек. Ол тексерсін. Өсімдік шаруашылығы бойынша субсидиялар қалай қабылданып жатыр. Мал шаруашылығы бойынша қалай қабылданып жатыр. Жаңағы процентный ставка бойынша қалай жұмыс жасап жатыр ма, жоқ па? Ол оның барлығын жасау білмейді. Ол қазір оған ол ақпаратты беріп отырған ана орынбасары, вице-министр Бағлан мырзаға соған сеніп мәжбүр болып отыр, сенуге. Өзі білмейді. Бірақ ана орынбасарына сенеді. Орынбасары сол жұмыс жасап жатқан сол ғой. Ол мен жұмысты шала жасап жатырмын деп айта алмайды ғой. Сондықтан ол сенуге мәжбүр болып жатыр. Ал облыстық ауыл шаруашылық басқармалары, ауыл шаруашылық министрлігінде ол жерде енді кішкене мамандар бар. Олар өз жағынан мыналарың шала деп айта алмайды. Өйткені ол министрлік қой, көкелері ғой. Сондықтан мына жерде кәсіби маман министр болмай, кез келген сала түзелмейді. Суда да сол, жерде де сол, ауыл шаруашылығында да сол. Мына жерде бір жаңалықтар сайтынан шыққан екен, оқып берейін. Жамбыл облыстық ауыл шаруашылығы басқармасы басшысының өсімдік шаруашылығы мәселелері жөніндегі орынбасары Ерлан Құлкеев, кәсіпкерлер Елжан Елебай, Дидар Молдақалық және Марат Дайрабаев
субсидия қағидаларын бұза отырып Альбион Құлпынай көшеттеріне мемлекеттен субсидия алған. Оның бір бөлігі алаяқтық жолмен ұрланып, жеке қажеттілігіне жұмсалған. Мемлекетке 550 миллион 849 мың 430 теңге көлемінде залал келді деп жазғанды. Енді біз қазір мына Жигули ағамыз, Жигули мырза деп айтайық, Жигули Дайрабаев мырза туралы айтамыз. Кеше ме алдыңғы күні ауыл партиясының жетекшісі Анас Баққожаев, фракция жетекшісі. Бұл кісі қазір мандатын тапсырмайды. Бұл кісі әуелден ауыл шаруашылығын жақсы білетін адам. Ешқандай ол кісіге партия тарапынан әңгіме жоқ дегенге келтірді да. Енді біреулер айтады, баласының ісіне әкесі жауап бермеу керек қой дейді да. Енді әлеуметтік желіде пікірлер сонда екі жарылып тұр ғой қазір. Бірақ біз бұл жерде мәжіліс депутаты туралы айтып отырмыз да. Біз бұл жерде ауыл шаруашылығы маманы туралы айтып отырмыз. Жигули Дайрабаев ұлдарына осы субсидия алуына көмектескен болуы мүмкін бе? Жалпы сіздің пікіріңізше бұл кісі не істеу керек ары қарай? Енді ұлдарына ол көмектесті ме, көмектеспеді ме білмеймін. Бірақ агросалада жүргеннен кейін ол әрине солай болуы мүмкін. Соттың шешімі бар. Соттың шешімі бар, үкім шыққан. Бітті, кінәлі. Ал енді Жигули Дайрабаевқа келетін болсақ, бұл тек қана Жигули Дайрабаевтың ғана проблемасы емес. Бұл ауыл партиясының проблемасы. И қазір ауыл партиясының ішінен іріп-шірігенін көрсетіп жатыр. Олардың белсенді мүшесі фронтмені, міне басына мынандай жағдай туды. Ол кісінің арманы еді осы мәжіліске жету. Міне жеткенде осылай шалынды. Адами тұрғыдан елдің алдында ол кісі кету керек. Ауыл партиясы егерде шынымен де партияның абыройын ол ірімеген, шірімеген партия болса, ол да айту керек. Жигули Молдағалығы, сізге рахмет, атқардыңыз, но біздің партиямыз мынандайды, жаңағы біз партияның атына мынандай нұқсан келтіруімізге болмайды деп. Неге жібермей отырмыз? Мен айтып отырмын ғой, ауыл партиясы біздің ешкі жүйе сияқты іріген, шіріген. Бүгінгі күнгі ауыл шаруашылығының құлдырауының кінәлілерінің бірі ауыл партиясы. Егер ауыл партиясы нақты жұмыс жасағанда, мүмкін 100% шындықты айтпасын, 20%, 30% айтсын. Жұмыс жасағанында әрине біраз дүниені түзеуге болар еді. Мүлде жоқ болып, жаңа Қазақстанда біз жаңа ауылымыз ауыл төрге шықсын деді. Ал мен төрге шыққанда не болды? Сондықтан ауыл партиясы іріген, шіріген, ол жерге жастар келу керек. Жастар келу керек. Үлкендер кету керек болды. Міне мынау соның нақты дәлелі. Бұл ауыл партиясында тек қана бір проблема емес қой. Ауыл партиясында ғана Қарақаттың сөзі. Қарақат әбден, Қарақат әбденнің сөзі. Қазақ қыздары жаңағы бажы төлеу керек деген. Шетелге күйеуге шығатын болса, популизм таза. Онда қазақтың жігіттеріне льгота болсын. Может, бізге субсидия төлесін. Енді не туралы бұл? Адами, зайырлы мемлекетпіз ба? Не деген сандырақ? Нақты сандырақ. Одан басқа да ауыл партиясына сұрақтар өте көп. Жигулидан басқа. Ол кісі былай шынайы өмірде қандай адам? Сіз мысалы көп үлкен жиындарда бірге болдыңыздар, комиссияда бірге болдыңыздар кезінде талай. Адам ретінде қандай адам ол кісі? Жаңағы ол кісінің ана бет бейнесі бар ғой, ана жілікті сындырған. Сол кісінің образы. Болды, мен басқа не айтам? Ауыл партиясын айтайық, республика партиясын айтайықшы. Олар бір санаулы уақыттың ішінде партия өңірлерден барлық жаңағы өздерінің өкілдіктерін ашып алды, адамдарын жинап алды, жарайды, ол өтіп кетті. Сіз неге әлі күнге дейін өзіңіздің партияңызды тіркей алмай жүрсіз? Қандай мәселе бар ол жерде? Сіз қателеспесем 16 рет тапсырдыңыз, қатарынан 16 рет тапсырдыңыз, бірақ әлі өтпей жатыр ол партияңыз. Тіркелмей жатыр ресми, Мен сіздерге бір қызық айтайын. Бұны айтсам ба, айтпасам ба деп бір ойлап жүрген дүние болған. Партиялық жүйеге келгенде, қазіргі парламентке келгенде, мен осыдан бірнеше жыл бұрын адалдың қатарында болдым ғой. Сол кезде расклад қарапайым болған. Көкеміз Ақсақал, Нұр Отаны бар, Дариғаның ауылы бар, Динараның адалы бар, бәрінде бар. Жаңағы Машкевичтардың ақ жолы бар, тағы біреулердің коммунисі бар, болды, бәрінде бар. Жаңа Қазақстанда не бар? Жаңа Қазақстанда енді бүгінгі көкемізде өзінің аманаты бар. Ауыл партиясы бар.
Оның ар жағында дария тұрмағанына кім кепіл береді? Мен кепіл бере алмаймын. Ал жаңа неге келетін болсақ, республикаға келетін болсақ, республиканың бүгінгі күнде жаңағы фронтмені лидері кім? Айдарбек Қожаназаров. Қазақстандағы ең үлкен жаңағы ненің жер үлесінің бұрынғы Иволгадан қалған бүгінгі Олжа Агро деп аталатын үлкен жер иеленушісі. Ол жаңағы кезіндегі Тимур Құлбаевпен байланысы ешкімге құпия емес. Сондықтан да ақсақалдың әр қызының менің түсінгенім, бүгінгі күнде мен түсінгенім, Машкевичтердің өзінің ақ жолы бар, кеткен жоқ. Ана кім Азат Перуашевтың абыройы шашылып жатса да, неше түрлі әрекеттермен. То есть барлығының өзінің партиялары бар. Бұларға жаңа партия керек жоқ. Сондықтан біз енді қатты үлкен саясатқа айналыспай агро тақырып төңірегінде жүрсек те, біздің енді бірақ сөйлейтініміз бар, шындықты айтатынымыз бар, шыңғыртып тұрып. Сонымыз бүгінде ешкімге керек жоқ. Сондықтан әзір жаңа Қазақстанның иісі де жоқ. Сонда әділет министрлігі қандай уәж айтады? Тіркемей... Көп қой, көп. 16 рет, 16 реттегі құжатының бәрі 16 ретте де бірдей ғой. Пәк копирку бәрі бірдей. Сіздер бәленбай заңның төленбайына сай келмедіңіздер дейді. Болды. Не именно? Қай адам? Айтпаймыз дейді. Қай адам жаңағы не шетелдік куәлігі бар? Айтпаймыз дейді. Соң отырғанын ананы қарап. Әрине оның ішінде бір 3-4 резінде біз шынымен де қате кеткен жерлері бар. Қалғаны ғұлама эколог Азаматхан Әміртайда қате кетпеді дегенге мен сенбеймін. Жақсы. Мына депутаттар 5 жыл отырады ғой енді. Иә. Сол 5 жыл отырмайды. Соңына дейін отырады деген сенесіз бе? Отырмайды. Отырмайды. Жоқ. Кеше ғана міне жарыла жаздады. Ана немен, Жанар Жағармаймен. И сондай жарылатын дүниелер өте көп. Өте көп. Бұл елді енді Алла тағала артының қайырын берсін. Бұл тағы да бір дүниелерге алып келеді. Егер де эволюциялық жолмен, мына сайлаудың ең артқан үмітіміз, бұл сайлау эволюциялық жолмен біздің мемлекетті өзгертуге болар еді. Сайлауда бір тиісті деңгейде Инга, Арман, тіпті Мұхтар, басқалары өтіп келгенде, бұл кішкене өзгеріс болар еді, эволюциялық жолменен. Өкінішке орай, ондай тұлғалар өтпеді. Эволюциялық жолмен өзгеріс болып жатқан жоқ. Өкімет те сол, парламентте бүгін ләм-мим деп аузында ашылып жатқан жоқ. Анда-санда әйтеуір Бақытжан бауырымызға рахмет, Базарбекке. Базарбек базар жоқ. Әрекеттеніп жатыр, но қаншаға дейін. Қалғанның барлығы білмеймін. Сондықтан эволюциялық жолмен бізде даму жоқ. Қалып тұр тек қана революциялық жол. И бір күні сол болады. Бір айдан кейін ба, бір жылдан кейін ба, оны уақыт көрсетеді. Но 5 жылға дейін жетпейді. Жетпейді. Жолдау туралы айтайықшы, президенттің жолдау туралы. Президент өткен 22 жылы 2 рет жолдау жасады. Біреуі наурызда, біреуі қыркүйекте. Сол қыркүйектегі жолдауында былай деп айтады ол кісі. Ауыл шаруашылығын дамыту негізгі проблеманың бірі. Осы саладағы ахуал мемлекетіміздің азық-түлік қауіпсіздігіне тікелей әсер етеді. Еліміздің ауыл шаруашылығы өнімдерінің көлемін және оның қосымша құнын арттыру қажет. Бұл стратегиялық міндет. Қазір тек бидай мен мал сатып отыратын заман емес, үкімет агроөнеркәсіп саласын субсидиялаудың ұзақ мерзімге арналған жаңа тәсілдерін әзірлеуге тиіс. Осы құжат дейміз бе, әзірленді ме? Субсидиялау қағидасы бүгінгі күнде жасалып жатыр. Әлі жасалып жатыр. Әлі жасалып жатыр. Президент айтқан келесі жылдан бастап деген. Ол бірдеңіз, то есть субсидиялау әзірге былай біз бір қызығы президенттің айтқан тапсырмасы орындалмайды. Президент айтып отыр, ауыл шаруашылығының дамуына, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуге біз осындай әрекеттер жасады дейді. Біз шаруалар бүгінгі күнде Ербол Қарашөкеев ана ережені қатты өзгертпегеніне соған қуанып отырмыз. Ол оның үстінен ақша берген жоқ. Қаржыландыруды өсірген жоқ субсидияның қаржы көлемін. Біз соны бір әйтеуір шала жаншар сақтап қалса екен деп соған қуанып отырмыз. Үдемелі дамуға ештеңе жасалған жоқ. Бір. Екінші, президенттің тапсырмасының барлығы тек қана қаржыландыру арқылы. Қаржыландыру арқылы мен соңғы кезде бір жалпы бір бомба ақпарат тауып алдым. Біз Қырғызстаннан қалып қойыппыз.
Қай жағынан? Қай жағынан? Қырғызстанның банк жүйесі, бұл қаржыландыру ғой. Банк жүйесі Қырғызстанда 20%-ға дейін банктар қаржыландырады екен. Ауыл шаруашылық саласын. Қайтарымсыз несиенің көлемі 1%-ға жетпейді. То есть, проблемный кредит 1%-ға жетпейді. 99% несие қайтып атыр. Мәссаған. 20% бүкіл қарыздың, елге беретін қарыздың 20%-ын ауыл шаруашылығына береді екен. Қазақстанда бүкіл қарызға беріп атқан портфелінің қаншама пайызы сіз ауыл шаруашылығына барып атыр деп ойлайсыз? Өз ойыңыз айтыңызшы. Мен айтайын. 1,75% ауыл шаруашылығына беріп атыр. Бар жоғы беретіні 400 миллиард қана. 22 триллион теңге ақшаның 400 миллиарды ғана. 1,75, құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы. 1,75% қаржыландырумен сіз қалай ауыл шаруашылығын көтеріңіз деп айтасыз. Жаңа ғана аграрлық несиелік корпорациясының бір департамент басшысымен бір сұхбатта болдым, екеуміз пікір алмастық. Ол кісі айтады, бүгінгі күнде ауыл шаруашылығын қаржыландыру жеткілікті дейді. Атаңның басы 1,75%. Ал ауылдағы жеке тұлғалардың қаржыландыруы 0,35%. Бірақ 20%-ға бізге елге iPhone, телевизор, утюг, холодильник береді. Еще кепілсіз береді. Ал бірінші президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы айтқан екі сиырды алу үшін кепіл сұрайды. Мына iPhone-нан, менің iPhone емес, ол кейбіреулердікі iPhone, iPhone-нан кіретін саған пайда жоқ. Ол тек қана күн сайын арзандайды. Ал ана екі сиыр саған бұзау береді, ол бизнес. Ана 10 қой саған қозы береді, ол ет өседі. Оған кепіл керек, iPhone-ға, телевизорға, басқаға, оған кепіл керек жоқ. Бұл не деген сайқымазақ саясат? Ұлттық банктың. Сондықтан да Қасым-Жомарт Кемелұлының тапсырмасы орындалмайды. Жауап бердің бе? Жақсы. Онда біз қазір Қазақстанда былай қоя тұрайық та, сәл шетке қарай шығайық. Сіз Америкада болып келдіңіз, Сіз Кореяда болып келдіңіз. Ол жақта енді қалай екен жағдай? Енді керемет қой, бәрі салыстыруға келмейді әрине, бірақ вау дейтіндей сізді не таңғалдырды? Мынау бізге керек екен, алып келу керек екен, жасау керек екен деген. Вау, ол әрине білім және технология. Білім, технология. Технология болғанда жаңа нелер, техника. Роботтар туралы айтпай қойыңызшы. Роботтар, только робот туралы айтпай қойыңызшы. Бізге жаңа трактор керек. 80%-ға біздің тракторлеріміз тозып кетті, ауыл шаруашылық техникасы. Несиелер қол жетімсіз. Президент тағы да жаңағы несиелендіруге келейінші. Президент мырза, құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы, сіз былтыр революция жасадыңыз. 60 миллиардтан 140 миллиардқа дейін қаржыландыруды өсірді. 140 миллиард теңгеге дейін. Сол 140 миллиард теңгені ана Бәйтерек деген холдинг алды да 3000 шаруаға несие қылып берді. Берді. Бізде Қазақстанда қаншама шаруа бар? 300 мың. Бүкіл қаражатын алды да 1% шаруаға берді. 3000 шаруаға. Сондықтан президент енді мүмкін әрекет жасап жатқан шығар, енді саясатта, басқадағы сияқты ауыл шаруашылығында да қаражатты бөлдіріп, міне. Ал президент мырза, сіз 2,5%-дық несиені ауыл аманаты деп атап, соны ауылдағы елдің қал ахуалын көтеру үшін, қал жағдайын көтеру үшін несие қылып беріңдер дедіңіз. Былтыр қыркүйекте. Бүгінгі неде бар, құжатта бар. Өкімет не жасады? Өкімет соны беруге қорқып, әр ауданнан, 20 ауыл бар ауданнан, 2 ауылға ғана соны беріп жатыр. Қалғанына тоқтай тұрыңдар дейді. Президент, пилоттық жоба деп бір өтірік ат шығарып алды, Президент айтқан жоқ қой, пилоттық жоба бастаймыз деген жоқ қой. Президент айтты, біз Қазақстан бойынша 1 триллион теңгені береміз деді. Сол не болып жатыр? Міне, сондықтан президенттің тапсырмасы орындалмайды бүгінгі өкіметпен. Ал енді Америкаға келетін болсақ, бізге керек білім, технология. Жер, су, қаржы. Жер, қаржыландыру.
қаржыландыру. Ресейде ауылдағы өзінің ауыл тұрғындарына ипотеканы 3%-бен беретін. Қазір соғыс болып жатқан Ресей сол ипотеканы жоқ, мынау қымбат 1%-бен берейік деп ипотеканы 1%-бен беріп отыр ауылға. 1%-бен. 1%-бен. Ол урбанизацияны тоқтатады. А бізде не? Бізде ауылда ипотека бермейді, ипотеканы қалаға ғана береді. И сонда еще айтады, біз урбанизацияны жастарды тоқтатуымыз керек дейді. Жастар ағып отырып қалаға барады ғой. Еще неше пайызбен алып жатыр? 20%, 26% несиелермен жаңағы алып жатыр. Өйткені ана ипотекаға қолдар жетпейді. Табыс көзі жоқ. Қымбат. Сондықтан о жақта арзан қаражат. 1%, 3%, ары кетсе 4%. 4% қымбат, 2%. Арзан қаражат. Техникасы жаңа. Суымен проблема жоқ. Жерімен проблема жоқ. Жері иесіз жатқан жоқ. Сол жақта әрине ауыл шаруашылығы дамиды. А бізде мынаның барлығы проблема. Ауыл шаруашылық бизнесін жасау үшін не керек? Жер, су, қаржы. Мына жағында технология. Осы үшеуінің бізде біреуі де жоқ. Сондан қайдан дамытамыз? Менің көргенім сол. О жақта да, Кореяда да қызмет жасап, жұмыс жасап жүрген біздің қазақтың жігіттері. Малын бағып, жаңа технологиямен, Кореяда қазақтар бар мал бағып. Мал бағып жатыр. Анандай современный фермаларда, заманауи фермаларда мал бағып жатыр. Түркістанның жігіттері, Алматы облысының жігіттері, қазақтың жігіттері. Біздің елімізге сыймай кетіп жатыр. Сол, о жақтан көргенім сол. Қаңтар көтеріліс кезінде Азамат Батырбеков деген жігіт бар ғой? Біздің Азамат, Азамат Талдырған жігіт ғой? Сол жігіт енді арқасынан үтік басылып азапталды ғой. Кейін қарап отырсақ, сол жігіт кезінде сол Шопан ата ұйымы ма? Сол ұйымда болған екен қатарында, мал баққан жігіт екен байқаймыз. Сол жігітке сіздің тарапыңыздан болмаса, сіздің жаңағы қоғамдық ұйым дейміз ба жаңағы, сол жалпы сіздердің тараптарыңыздан сол жерде бір қандай қолдаулар болды ма, қандай да бір? Енді мен қаражатты айтпай-ақ қойын, көлемін. Көмектестіңіз? Көмектестік. Әйелі, одан кейін Азаматпен бірге жүрген жағы Оңғар деген әріптесіміз бар. Сол екеуі Шопан атаны құрғанда ең бірінші 17 жігіт болған. Сол 17 жігіттің жағы ішінде Азаматпен Оңғар бауырымыз бар, солар болған. Енді Азаматтың жағдайы не болды? Мысалы, Азаматтың жағдайы бүгінде сол үтік басқан адам, именно Азаматтың эпизоды жоқ. Азаматты басқан үшін ол сотталып жатқан жоқ. Ол басқаларға зорлық жасаған үшін. Азамат бүгінде малын бағып жүріп жатыр, ауылда тұрып жатыр, жағдай жақсы, араласып тұрамыз. Өткен 7-де ғана екеуміз таудың басына көтеріліп келдік. Бардыңыздар? Бірге таудың басына қораға барып келдік. Араласамыз, құраласамыз. Қазақтың бірлігі деген сөз бар ғой. Мысалға, біздер әлеуметтік желілерін қараған кезде, мысалы, сіз кейде енді Мұхтар Тайжанды сынап жатасыз, кейде Төлеутай Рахымбековті сынап жатасыз. Сондай мысалдар көп өте. Сондай кезде жаңағы пікірлерді оқып отқан кезде неге осы қазақтың азаматтары былай қарасаң әрқайсысы бір үлкен үлкен істің басында жүрген жігіттер, бірақ қазақтың бірлігі бірігу керек деген кезде неге бастары қосылмайды деп жатады да. Сіз мысалға Мұхтар Тайжанмен қазір қарым-қатынасыңыз қалай, қазір қарым-қатынастарыңыз? Хабарласып тұрасыздар ма? Мен білмеймін оның маған қарым-қатынасы қалай. Мен оны жау көрмеймін. Мен Мұхтарға ең басты претензиям, ең басты оған не айтатын, Мұхтар өзі білетін іспен айналысу керек. Ол экономист. Егер ол экономика жағынан бірден айтса, мен оған ештеңе айтпаймын. Но ол ауыл шаруашылығы жөнінде әңгіме айтқысы келеді. Жер туралы. Ол өзі 1 гектар жерді күтіп бақпаса, баптамаса, маңлай терін өтпесе, арқасынан күнін өтпесе, тілім болып, табаны қолына тікен кірмесе, ол қалай жер туралы әңгіме айта алады? Мұхтар жерге қиянат жасап жүрген адам. Өйткені оның ұсыныстары біздің ауыл шаруашылығының дамуының артқа лақтырады. Сондықтан мен Мұхтарға оның көз қарасына келгенде претензиям бар. Мұхтар қалай субсидия туралы әңгіме айта алады? Ол субсидия туралы не біледі? Қай мемлекетте төленеді, қай мемлекетте төленбейді, біздегі субсидияның көлемі қанша, біздің қарсыластарымыз Россия, Беларусияның субсидия төлемі қанша?
несиелендіру қалай, ол соны біле ма? Білмейді, бірақ аузымен орақ орады. Анау болмайды, мынау болмайды. Сондықтан жеке адам ретінде мен оған жағы ешқандай нем жоқ, но оның пікіріне келгенде, именно ауыл шаруашылығына келгенде, мен оның оған үндемей қалмаймын. Жағы ол үлкен екен, ол жағы білмеймін не екен, там түйе екен, арыстан екен, жолбарыс екен, маған бәрібір қарамаймын. Бірақ өмірде адам ретінде қалай мен премьер-министрға, министрға сын айтамын да, олардың жағы ауыл шаруашылығына айтып атқан бір дұрыс емес дүниесіне пікір айтамын да, мен Мұхтарға ол якобы там ұлтшыл, якобы ол там артында адам бар деп мен үндемеймін. Онда әділетсіздік болады. Ол деген береке бірліктің әңгімесі емес, ол шындықтың әңгімесі. Тура биде ма? Туыс жоқ дейтін? Тура биде туған жоқ. Тура биде туған жоқ. Сондықтан маған десе ол қандай би болсын. Егер ауыл шаруашылығына келгенде аузынан авария болса, әлі де еститін естиді, жейтін таяғын жейді. Бірақ мысалы басқа бір мәселелер болатын болса, сіздер бірігіп әрекет ету мүмкінсіздер ме? Ұлттық мүдде, ұлтшылдар туралы жағы сондай болса, мен қолдауға дайын. Мысалы, қазір олардың ана сайлауға шыққан роликтер мен бөлістім ғой. Оның ішінде Мұхтар бар. Бөлістім. Оның ішінде Мұхтар бар. Өйткені мен Арайлымды сыйлаймын. Арайлымды танымасам да, кездеспесем де. Тағы кім бар? Ішінде Санжар болды. Санжарды сыйлаймын, жоқ, мен Мұхтар ішінде бар екен деп, мысалы, бөліспей ойыма болар еді ғой. Жоқ. Сайлаудан аборт Мұхтар өткенін мен қалар едім. Сіз ол кісіге қашан... Мен жаңа бір участокқа бір округқа түспесе болды. Соңғы рет қашан хабарластыңыздар біріңізбен? Білмеймін, көп болды. Көп болды. Ол өзінше кішкене бір ренжі қалатын дүниесі бар, мені көрсе теріс қарап қашады, сонда сіз мысалы қазір ол кісіге звондасаңыз, ол сізді көтере ме звондыңыз? Білмеймін. Соғып көресіз ба? Көрейік, қызық. Қазір қасиетті Рамазан айы, ораз айы. Не татуласайық деймін? Жағында бір сөйлесіп, хал жағдай. Көрейік. Эксперимент, да? Жауап берейін шығар, мен оның әкесін неткен жоқ ма деп. Такс. Мен онымен звондап та сөйлеспеппін, кстати. Екеуміз, біз онымен жағы. Мына жерде Мұхтардың бір жазбасы болған, мен даже оны қолдап жазып беріппін. Сені тыңдамаса, қырттарды тыңдама деп жазып берген, мен жауап бермепті. 16. Алмалы. Кім біледі, қолы бос емес пе, алмады ма? Енді звондап атса көрерміз. Жарайды, сіздің әлеуметтік желіде... Бұл кешегі митинг жасап, жұлдызды ауру ұстап қалған шығар. Қаланың балалары сондай келеді. Жарайды, сіздің әлеуметтік желіде Қосановпен бірге түскен суретіңіз бар да? Иә. Сіз сол суреттің тарихына қысқаша айтып өте аласыз ба? Қайдан шыққан сурет? Қосановтан екі жағдай айтам. Енді қазір ел сөкпесін. Біріншіден, Қосановпен мен ол кісі жағы сайлауға түспегенше араласқан адамымыз. Ол кісі сайлауға түскенде ел айтады ғой, енді ағау ренжімесін, менен үлкен ғой, ел жағы дауысымды бердім, үйттім дейді ғой. Мен ол кісіні нақты қаржымен қолдаған адаммын. Талдықорған келгенде күтіп алып, одан кейін Астанаға өзім барып көмектескен. Мен ол кісіні жағы не? Бұл не болмасын, ел дұрыс түсінбесін. Мен ол кісінің жағы идеясын қолдап, ол кісі сайлауға түскенде сіздер сияқты тек қана бос сөз емес, мен іспен дәлелдеген адаммын. Бірақ ол кісі енді ана жағдай болғаннан кейін шын айту керек, мен ренжіп қалдым. Ренжіп қалған жоқ, мен көңілім қалып қалды. Бірақ ол кісі звондаса мен алам, мен звондасам ол кісі де алады. Бірақ мына бүкіл сайлау процестері бүгінгі қазір өтті ғой. Мен Әміржан ағадан кешірім сұрағым келеді. Көкеу, Әміржан аға, сіздікінің жаңа жасаған әрекеттеріңіз бүгінгі жасаған жігіттердің жанында ойыншық. Сондықтан мен өзім сізге қатты кетіппін. Айыпқа бұйырмаңыз, білесіз ғой, мен сізді сыйлайым. Сіздің жаңағы сол кезде елмен бірге алдын ала құр мойындай салды ғой, ол кісінің жазығы сол ғой. Мойындай салғанын жағы көтер алмай қалып едім, енді бауырыңыздың еркелігі деңіз, маған ренжімеңіз. Сондықтан Әміржан ағаға бүгінгі күндегі жағдайлардан қарап ренжуге болмайды екен.
әлі ондайдың сорақысын көреміз. Сондықтан Әміржан аға айыпқа бұйырмаңыз. Жақсы. Ол сол кездегі түскен сурет, иә? Иә, ол сол кездегі түскен сурет. Аяқ асты кездесіп қалдық. Мен қызым оқуда болған, сонда Мегада жүрсек, сол жерде Әміржан ағамыз отыр екен. Амандасып, жүздесіп, біршін шай іштік па, кофе іштік па, сол. Былаяғы қоян қолтығы араласып ондайымыз болған жоқ. Но ел азаматы болып жаңа президенттік сайлауға түскенде қолдадым. Өйткені мен емес, бүкіл қазақ елі қолдады ғой. Но бірақ мен нақты іспен қолдадым. Жақсы. Сондықтан қалған елге айтарымша, сіздер дауысымды бердім деп бұлданасыздар ғой, неменеге бұлданасыздар. Кейбір азаматтар одандай көкөзім берген. Соны қатты кетпеңіздер, халқым. Маңғыстауда қуаңшылық болған кезде сіз құрбандық мәселесіне қатысты бір пікір айтып, кейін үлкен жаңағы мүфтият оған пікір білдіріп, енді бас мүфти емес, бірақ соған дейінгі имамдар, көптеген жаңағы халыққа уағыз айтып жүрген азаматтар бәрі пікір айтты ғой. Сіз кеше тағы да өзіңіздің парақшаңызда пітір садақа туралы пікір жаздыңыз былай деп. Мен пітір садақаны әдетте мен ораза айында қай жақта жүрсем де азық-түлік дүкеніне барып, дүкеншінің қарыз дәптерін ашып, ішінде көп балалы отбасылардың қарыздарын жауап беретінмін. Артынша міндетті түрде дүкеншіге қарыз иесіне звондатқызып, қарызы жабылған жөнінде айтуын сұраймын. Сосын көзге түсіп қалмас үшін сол жерден кетіп қаламын. Осы постқа байланысты мүфтият ешқандай жаңағы пікір айтып өйтіп жатқан жоқ па? Мен мүфтият па, мүфтият емес па білмеймін. Ішінде бір қызық пікірлер жүр. Жаңағы енді қарасам, шынымен де жаңағы енді дін жолында жүрген азаматтарға ұқсайды. Енді бір-екеуін қарап көрдім. Солар жаңағы енді теріс пікір жазып жатыр да, үйтпе, мешітке беру керек, там, енді жаман сөз жазғандары да бар. Сіз ана посттың жалғасында сіз бүйтіп айтып отырсыз ғой, биылдан бұл амалымды өзгертемін, енді садақаны қаңтарда шейіт болған жастардың артынан қалған балаларға жібермекпін. Олай етуімнің себебі деп жаңа жалғасына жазыпсыз. Осы пікіріңізге қатысты мүфтияттың тарапынан сондай бір тағы да бір арнайы мәлімдемелер келіп, звоноктар ондай болған жоқ па? Жоқ, ресми болған жоқ, енді бірақ енді мүфтияттың жаңағы өткен жолы неге ана жұтқа байланысты болғанда жаңағы имамдар солар бірдеңе деп айтып жазып атты ғой. Әлі айтатын да шығар, жазатын да шығар, олар үндемей қалмайды. Енді өздері білсін, енді мен өзімнің еркім ғой, мен қалай пітір садақасын берсем, ол мен өзім шешем. Менің жанымның қалауы қалай, солай жасаймын. Бірақ мүфтия тарапынан ешқандай ескерту, бір жекеге хаттар келген жоқ. Жоқ, ондай болған жоқ. Мына мал өсірушілер мерекесі деген бар ғой. Қандай? Мал өсірушілер мерекесі. Иә. Биыл тойлана ма? Иә. Июнь айында, иә? Иә, июньнің 2-ші жексенбісі. Сосын мына арқармен мен бір рет сіздің шаруашылығыңызға барған кезде, арқармен будандасқан қой алдым дегенсіз. Иә. Сол зерттеу жұмысы қалай болды? Нәтижесі мәз емес. Бірінші будан арқардан жағы тұсқан біріншісі жағы төлдері жақсы болды. Одан кейінгісі майдаланып кетіп бар жатыр. Мен оларды қазір бөлек шығарып, оларды мал қылып қалдырмаймыз. Одан кейін біздегі ол арқардың несі неден болған? Төлі Қарағанды жақтікі болған. Қарағанды жақтың арқары майда болады. Егер мына ненің құлжасы болса, Алатаудың құлжасы болса, Тянь-Шаньның құлжасы болса, олар ірі болады. Иә. Сосын сіз бір сөзіңізде мына қой бордақылау ең тиімді кәсіптің бірі деп айтқан едіңіз ғой. Сол әлі де қазіргі заманда, сол қазіргі уақытпен сол әлі актуалды ма? Иә. Бұл актуалды болған, болады, болып жатыр. Алдағы 5 жылда ауыл шаруашылығы саласы бойынша сұраныста болатын ең тиімді бір 5 кәсіпті айта аласыз ба? Мысалға, енді бізде ауылдың жігіттері көп қой. Біздің қазір мысалы осы жазамыз қарап отыр. Мына кәсіппен айналыссаң, осы кәсіптің артында бір жақсы нәтижелер болады деп. Жоқ, мал ұстағанның барлығы жақсы. Именно малмен, жермен жұмыс жасағанның бұл азық-түлік қой, бәрі жақсы. Соның ішінде әркім өзінің деңгейін алу керек. Біреу жағы малды өсірумен айналысу керек, біреу малды бордақылаумен айналысу керек, біреу жағы малды сою, шетелге сату. Негізі экспорт жағын ойлау керек. Экспорттық өнімді ойлау керек. Экспорттық өнімді жасаған адам ол тәуелсіз адам деп соны айтуға болады. Ішкі нарықтағы, ішкі мемлекеттіктегі тәуелсіздіктен құтылады. Сіз Қапалда бір көпестің үйін алып жөндеу жұмыстарын жүргіздіңіз, сол музей болады дедіңіз, сол не болды ақыры? Аяқталды ма? Сол қазір аяқталып болып қалдық. Биыл майда ресми ашылуын жасаймыз. Бірақ ішінде не болады? Қазір ойланыстыру үстіндеміз.
бір ойым сол жаққа, сол Қапал ауылына бір пайдасы тиетін дүние болса деген, неге жақындататын шығар, мына туризмға, агротуризмға жақындататын шығар. Бірақ ол биыл ашылады, иә? Бірақ ішінде мұражай болады, ескі жәдігерлер болады. Иә. Мына ауыл шаруашылығының саласын меңгеремін, оқимын деген біздің жас азаматтар бар ғой? Иә. Өсіп келе жатқан. Иә. Солар қай, мына Қазақстанда қай оқу орнына қарай барған дұрыс, қай бағытқа барған дұрыс? Алматы ма, Астана ма, Таразда ма, қай жерге барған дұрыс? Осы саланы меңгеремін, осы саладан табысым табамын, ертең отбасымды асыраймын деген азаматтар. Мен мектептен кейін, енді ешкім сөге жамандамасын, мектептен кейін ауыл шаруашылық саласын таңдаймын деген адамға бір жылма сол шаруашылық бойынша барып жұмыс жасаса деп тілер едім. Ол барып, мысалы, ол агрономды оқығысы келе ма? Анау көктемнен бастап күзге дейін барып агрономның жанында портфелін тасып, сонымен бірге жүріп тәжірибеленсін. Егер ол ветеринар болам дей ма, бүгінгі ветеринарлардың жанына барып, солардың жағаны сөмкелерін көтеріп, солармен бірге қан алып, екпе жасап, сөйтіп бірінші тәжірибеден өтсін. Одан кейін мен бірден қолдамас едім, егер олар сразу бірден жоғары білімге барса. Бұлар бірінші орта білімді алсын. Орта білім? Иә, орта білімді алып, бір жылдық, иә, одан кейін сонымен жұмыс жасап, одан кейін жағы келесі сатыға өтсе екен. Бізде балаларымызды бірден, мына шетелде көргенім, жағы Америка, Кореяда көргенім, олар бірден балаларына жоғары білім алып бермейді екен. Бірінші жағы колледж деңгейінен бастайды екен. Немесе жағы одан да төмен курстар алады екен. Курстар алып отырып, жұмыс жасап барып, сонда ол түсінеді, ол 12 ма, 12 емес па. Біз балаларымызды оқытып аламыз да, ақыраяқ балалар оқу бітіргенде не жұмыс жасаймын дегенде, жағы юристтар бізде мұнайшы болып жүреді. Мұнайшыны оқығандар бізде международный отношения бізде секретарь болып отырады деген сияқты сондай келеңсіз дүниелер. Бұл деген әрбір шаңырақтың бюджетіне бір қаражатын ортайтады. Екінші жаңағы баланың өзінің мамандығын таңдағанда. Мамандықты таңдауға өте мұқият байқап келу керек. Мүмкін оған жағы бір жыл жұмыс істегенде жарамас. Әркім өзінің жаны нені қалайды, сонымен жұмыс жасаса, содан ләззат табады, сонымен жағы жұмысы да берекелі болады, соның қызығын көреді, құлшынып та жұмыс жасайды. Бізде көбінесе жұмысқа болар болмастан қойшы әйтеуір, жұмыс қой, бар қой, бала шағамды асырап отырмай дейді. Жоқ, жұмысты өзің шаруаңды махаббатпен, ілтипатпен істеу керек.